Бәріңізге сәлем достар, сіздермен мақсат. Бүгін мен FIFA 17 ойыннан өзімнің карьера за игрокамды жалғастыратын болам. Ал ендеше кеттік. Достар, календарды қарайтын болсақ, бүгін бізде Оренбург және ЦСКА Москва командасымен екі ойын бар. Және мен алдыңғы сериятқа айтқандай, Оренбургтан маған арендаға предложение келді, бірақ оны мен алмаймын деп шештім. Себебі мен өсіп келемін, мысалы үшін нормальный клуб қой, енді Краснодар, енді 9 очкомен келатыр, осымен чемпионство алып барайын да. А то Оренбург кетіп қалсам да келесі сезон кіру керек, сондай да. Қызық қылып кішкене зат не істейік. Одан Европа шақырса Европа кетейік оданша. Бүгін Оренбург және ЦСКА командасы. Қазір бізде осындай заттар бар. Пока что біз 9 очкомен ең бірінші орында келатыр. Артымызда Рубин Казань және де Локомотив Москва келатыр. Ал ендеше матчымызды бастайық. Оренбургтікі не отклонить жасаймыз. Достар, менде осы матчқа шығарған жоқ. Неге десеңіз, енді көп шығармайды сияқты Краснодардан. Ничего, енді қарайық, кетем ба, ойланатын шығармын осы серияда қайттан. Симуляция жасаймыз ғой енді. Негізі, енді шығармай бастайтын бар еді осындай. 3-0 өтті, красавчики. Нормально. Нормальный клубтар шақыратын шығар, может быть. Предложение арендаға дейді ғой. Мен на матчқа шығарды, я. Предложение для аренды у вас в клиентстве матча за команду. Отклонить предложение. Достар, мне бүгін біз ЦСКА командасымен бірінші ойынымызды ойнайтын боламыз. Біз Оренбург командасымен ойнатпайды старт. Енді ничего, ондай болып тұрады. Мне, достар, біз дома ойнайтын боламыз бүгін. ЦСКА командасымен қиын болады бүгін. Ай-яй-яй, один удар стет. Отлично, отлично. Чуть-чуть лагать етіп тұрған сияқтын, достар, оған мән берместен ойдамын. Неге десеңіз, мен ертең басқаша түсірейін деп отырмын. Андай қылып, микрофонды атпен бөлек қылып та, сондай болса қатпайды сияқты. Микрофонды бөлек и видеоны былай бөлек түсіріп, монтажын қосып жіберді да. Жақсы спасать етті бізді бұл мұратарымыз. Аяқтар ұстау керек. Казинский, опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Красава. Тіреу алу керек еді. Опа, міне кит, контратака. И Жозиньо угловой. Отворот болды. Офсайд жоқ, 1-1 шығып жатыр. И все нормально. И Смоловқа. Смолов, удар. И удар. Кай, штанга, ё-моё. Қандай момент болды, достар, ё. Штанга, ё. 3 очко алуымыз керек осы матчтан, достар. Обязательно алуымыз керек, себебі 12 очкомен алда жүруіміз керек, по-любому. Мен жоқ, 15 очкомен, 12 очко бар екен ғой бізде. Гол салуымыз керек, достар. Дома ойнап отыр ғой то. Один момент не жіберіп алдық. Штанга тегіз алдық. Нормально типтік қой. Штанга тек бітті просто. Кеттік, ал мне Жуазиньоны көріп тұрмын. И кеттік. Еще дальше. И удар. Жақсы матч болып жатыр, салмай жатыр. Міне көріп тұрмын, Смолов. Защитник. Березутский макым бір әдем алып қалды. Все, кеттік.
Удар! Вратарь. Акинфеевтен шамалға жібермейді сияқты. Міне кеттік достар. Опа, Жуазиньоға әдем айналдырып жібердік. И Жуазиньо дым істеген жоқ жақта. Просто келіп топты потерять етіп болды. Нормально, бірдеме істеуге болатын еді. Нечаянно достар, нормально, нечаянно не проигрыш ғой. Ұтылған жоқпыз ғой. Бір очко дегенде ол очкоға жатады ғой. И қарайық, ал бізді терекпен матчқа шығара ма или шығармай ма, соны көреміз ғой. Қандай арендалар келіп жатыр, соны қарай жіберейін. Анжи Махачкала шақырып отыр достар. Анжи Махачкала дейсіз, да. Пока что отложить ете тұрайын десеңіз. Басқа да адамдардан келетін шығар арендаға. Изменение расписания дейді, и игрок отправляется в сборную. Осындағы сборныйға біз шақырмай тат болғанда Россия оғанда Россияға түсуге болатын еді тырысып. Негізі Анжи Махачкаланы нақты біз шығарды, енді шығару керек болды ғой. 10 очко, ё-моё, артымызда Зенитке атып, бірақ бізде бір ойын затымызда, копилкамызда бар енді. Біз бір ойында тұтсақ 16 очкомен алға шығуымыз болады. Негізінде ұту керек еді, и потом ұтқанда жақсы болатын еді негізінде. И Локомотив 11 очко, Рубин еще 9 очкомен 6-ші орында болған. Енді 1-ші орында жүрмеуіміз керек достар, нақтап. На всю силу ойнаймын ғой енді. Осы Краснодарда қала берем деген ой бар жалпы. И достар, не біздің осы видеода 2-ші матчымыз, біз қайттан дома ойнайтын боламыз, Терек Грозный командасымен. Енді бұл команда ұту керек біздің. ЦСКА деген нормальный ойнайтын команда ғой, ЦСКА, Зенит и Спартак Москва дегендер, олар қиын болады ол командалармен ойнауға. 3 очко алатын жерде алу керек біз. Один пас и гол, Терек. Салып тастады бізге. Йоно, Иванов екен ғой, Иван салып тастады. Давай жерге ойнаймыз енді, гол салу керек біз. 2 гол. Терек жақсы ойнап жүрген сияқты ғой. Гол, всё, голевой пас. Красавчик, всё, болды. Кәм жүрегім ауырып кетті ғой, негізі біргені ұтып ғой, дома ұтып жатыр, бізге 3 очко керек енді. Лига чемпионовқа түсіп бару керек дегендей, да. Один пас болды негізі достар менде. Жақсы пас беріп қалдым, дәл беріп қалдым, дәл. Петров салып бізден, Сергей Петров. Салғыз олмау керек, енді өзім артта жүре берем ғой. Вратарь. Не осындай вратарлар болу керек, выручать етіп тұру керек, арасында болсын. И достар, міне бірінші тайм бітті, счет 1-1, 2-ші таймда тағы бір гол салуға тырысатын боламыз. Неге десеңіз, біз бірінші орында жүріп, енді Лига чемпионовқа түскіміз келеді, осындай. Ай, жақсы ойнап келе жатыр едік негізі. Просто пас ойнап келе жатыр едік. Ой, Газинский, удар керек. Один пас болу еді негізінде. Айнал олып жетіспей қалдым ба. Гол! Ай, Смолов! Қалай салмай қалды пасты? Вратарь, ё-моё. Все нападения ойып бізге достар. Тез гол салуымыз керек. Все нападения де тұр, все в нападении.
Гол салуымыз керек, тренер де түсініп отыр ғой енді. 3 очко алуымыз керек дегендей. И удар, қалай удар болды, но достар, вообще удар емес десек те болады ғой. Ё-моё. Ұтылды, мә, ничья болды, ничья. Жүгінмей ақ қойыншы, болды, ұтылдық қосыр. Ничья деген ұтылса. Зенит жетіп аттым болды ол бізге. Ничья, достар. Ничья это не проигрыш. Терекпен ничья деген вообще. Лучший игрок матча алыппын. Терекпен ничья деген. Ё-моё, қалай салмадық. Неше момент болды. Енді алдағы қандай ойындар бар, соны қарай жіберейік. Біз пока что бірінші орында тұр, 14 очкомен. Тек бір очко өсіп жатыр қой сопернигімізден. И Спартак Москвадан 2 очко, Локомотивтен 2 очко өсіп жатыр. Енді пойдет Краснодарға, пойди 2 ойында да 3 очко болатын еді. Алға конторсынан шығып кетуге болатын еді. Махачкалаға бармаймын достар мен. Ренжімеңіз. Англиядан келсе тек барам ғой, барайықшы. Арианда келіпті. Абердин негізі жақсы команда ғой. Бірақ бармаймыз. Жоқ. Әлі уақыт бар, көреміз қазір. Англия келсе, Англия кетіп болуға шанс бар, бірақ осы сезон кеткім келмей отыр достар. Неге десеңіз, шанс бар бізде. Не істеуге шанс бар ғой. Чемпионствоға шанс бар. Кім Краснодар кімді алды? Навара Марайканы. Что-то біздің команда игроктар сатып алып атқан сияқты ғой. Трансферный окноны бітіреміз ғой, видеоны асықпай. Аренда келді. Трансфере. Прикинь, трансфер. Аренда. Брюгге дейді. На команда, по идее, нормальный команда, бірақ бармаймыз. Жақсы командадан предложение етеміз ғой. Топ клубтар десек те болады, бірақ осы сезон кетпейді жармай. Ой бар, жалпы кетпеймін деген. Неге десеңіз, айтқанымдай чемпионствоға шанс бар ғой. Крила, Советов, клең российский клубтың бәрі маған жіберіп отыр. Жақсы клубтардың бірі ғой, бірақ енді барың біліп отқан жоқ достар. Чемпионство заттың строчканың үстінде жүргім келеді да, менде затта. РФПЛ-да бізде бірінші орында жүрік осындай, бірінші орында жүріп сондай. Қазір бір затты қарай жіберейік достар. Переход в Брюгге. Максат, переход в Брюгге. Клуб Брюгге сервис ощущение, что Синская не будет славным. Мы не можем быть такой уж полностью талантливый, да. Барым керек дейсің ғой. Мен мыяқта айқай қылып отыр ғой новостилерде. Пока остается Краснодаре деп. И достар, бізде келесі серияда Спартак Москва командасымен ойынымыз бар. Мына қалып қойыппыз ғой. Соны ұтсақпыз достар, бірінші орынға шығамыз. Ұтылсақ или ничья ұстасақ, осы строчкада қалып қоямыз ғой, үштің арасында. Ұту керекпіз достар, ұту керекпіз. Көріп отқаныңыздай Зенит бізді осып кетті 2 очкоға. Матчтарын ұту жүр олар енді. Бізде ұту керекпіз достар енді, чемпионствоға. Не бар, Спартак Москва. Календарды қарап жүрек достар. И достар, көріп отқаныңыздай календарда бізде европейский матч бар. Евролига дейма, білмеймін. Лига Европы ма, онда емес шығар деп ойлаймын. Соған квалификация масында шығар деп ойлаймын.
Бул не зат. Лига Европага. Лига Европага квалификация го. Лига чемпионга чыгуу шанс жок сыяктуу онда. Поход сондай. Лига Европага. Бизде азыр билмейм Бронды дейма бир команда бар. И содан кийин тагы бир Хервенвен ба сондай команда бар. Достар, келесі видеода Спартак және на Лига, в общем, Лига Европага квалификациясын өтіп боламыз. И потом буюрса одан кийинки видеосунда Урал және Арсенал Тугамен кубковый матч Лига Европага түсүүгө шанс бар бізде достар. 100% демей ақ коеюн, 80% шансымыз бар. Эки команда отого болот негизи. И достар, сиздердин болгон максат ар жылды унутпаңыз, лайк басууну унутпаңыз. Хош, сау болуңуз. God, oh my God, if I die, I'm a legend when they lay me down to rest.